Мұғалімдерге арналған маңызды ақпарат. Қандай ақпарат екенін білгіңіз келсе, осы видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, және әріптестеріңізбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Әрбір мұғалім сабағында психологиялық ахуалды тудырта білу керек. Егер сіз психологиялық ахуалды тудырта білмесеңіз, онда сабағыңыз сәтсіз өтті деген сөз. Психологиялық ахуалдың түрлері. Жылы шеңбер. Балаларды сабақта тақтаның алдына шақырасыздар да шеңберге тығыз қойып, бір-біріне жылы сөздер айтқызасыздар. Ең бірінші өзіңіз бастасаңыз да болады. Келесі көңіл-күй смайликтері. Яғни балаларға әртүрлі смайликтердің суретін салғызасыздар. Солардың ішінен қандай да бір оқушы смайлик, көңілсіз смайлик салса, бәріміз сол көңілсіз смайлик кімде бар? Мысалы Айгүлде. Айгүл салды дейік, иә. Айгүлдің көңіл күйін кәні балалар көтеруге тырысайық. Айгүл бізде көңілсіз болып отыр екен, смайлигі көңілсіз екен деп, бәріміз Айгүлдің көңіл күйін көтеруге тырысамыз деп айтасыздар. Келесі комплименттер минуты. Яғни балалар өздерінің орындарында отырса да болады, немесе кез келген балаларды тақтаға шығарып комплимент айтқызасыздар. Бірінші өздеріңізден бастасаңыздар да болады. Ал Айгүл, сен маған қандай комплимент айтасың? Саған мысалы қандай сөздер айтқан ұнайды адамдарға деп осындай комплимент айтқызасыздар. Отырған оқушыларға сен қандай комплимент айтасың деп. Жалпылама айтқызуға болады, немесе кез келген бір оқушыға айтқызуға болады. Келесі сергіту жаттығу. Бұл сергіту жаттығуға көбінесе іс-қимылмен орындалатын жаттығулар, жылдамдыққа арналған жаттығулар болады, иә. Кім тез біледі, немесе жаңағы кім жылдам деген сияқты, иә. Бір әріптің басын айтасыздар, мысалы А әріпі, сол А әріпіне байланысты жағымды сөздерді бәріміз айтайықшы. Айбатты, айбарлы деген сияқты бәрі бір-бірден тез жылдам айту керек. Ең соңындағы оқушы аяқтайды, отырған оқушы. Мінекей, кім жылдам деген осындай психологиялық ахуал түрі бар. Келесі тыныс алу жаттығулары. Оқушылар әртүрлі жағдайда сабаққа келеді, иә. Біреу шаршап келеді, біреуің қарны ашып келеді, біреуің көңіл күй болмайды. Сондықтан осы тыныс алу жаттығуын жасатып аласыздар. 1-2 дегенде деміміз ішімізге аламыз. 1-2-3-4 деген кезде деміміз сыртқа деп шығарамыз деп, ауыз арқылы шығаруға көмектесесіздер. Бұл тыныс алу жаттығулары жаңағы баланың көңіл күйіне де әсерін тигізеді. Келесі қауіпсіздік ережесі. Ең жақсы жаңағы психологиялық ахуалдың түрі деп ойлаймын. Себебі жас жеткіншек балалар, жас өспірімдер бір-бірін мазақтауға, бір минусын көріп қойып, соны айтуға үйір өздеріне сол ұнайды, иә. Солай олар көңіл көтереміз деп ойлайды. Сондықтан балалар қазір біз сабақтың басында қауіпсіздік сондай ережені тудыртып алайық, қауіпсіздік ережені бекітіп алайық. Ешкім ешкімді мазақтамайды, ешкім ешкімге сондай балағат сөз айтпайды, негативті сөздер айтпайды деп келісіп аласыздар. Егер сондай жағдай туындап қалса, бір-біріне ренжісеңіздер, немесе тағы да сондай жағдайлар болып қалса, онда біз не істейміз? Онда біз сол оқушыға шығарып штраф есебінде дейміз, немесе бір нәрсе жасатқызамыз, бір тапсырма береміз деймін. Сөйтіп айтасыздар. Келесі сен жаңағы кереметсің деген бұрыш. Яғни тақтаның алдына бір қағаз жабыстырып қоясыз, плакат, сол плакатқа өздеріңізді жаңағы балаларға айтасыздар. Өздеріңізді қандай керемет күшті жақтарыңыз бар, әлді жақтарыңыз соны жазасыздар. Сен кереметсің, сен алғырсың деп. Бәрі аттарын жазбау керек. Мінекей, соңындағы мынандай ақпарат бар сіздерге беретін. Бұның бәрі болмайды, егер мұғалім өзі сабаққа дайындалмай келсе. Бұның бәрі болмайды, бұл жаңағы осы психологиялық ахуалды туғыза алмайды, егер жаңағы достық атмосфера болмаса, сыныпта, атмосфера жылы болмаса, және де мұғалімнің көңіл күйі болмаса. Мінекей, ал егер сіздің көңіл күйіңіз болып, балаларға жақын болсаңыздар, балалардың жаңағы минустарын көрмей, беттеріне баспай, сондай бір жылы шырай таныссаңыздар, сабағыңызда сәтті өтеді, сабақтарыңызда, балаларыңызда сіздің сабағыңызды керемет түсініп, артында рахмет айтады.